Қалайсыздар ағайын? Осы қазақтың жастарының бойында неге ұлттық намыс жоқ? Неге біздің қазақи жастарымыз өзінің туған тілін қадірлемейді, құрметтемейді деп көп ойланатын шығармыз. Бірақ оның жауабы өте оңай. Біздің қазақтың жастары қазақша сөйлемейді, қазақ тілін құрметтемейді, себебі олардың бойында ұлттық намыс жоқ. Ал енді ол ұлттық намыс олардың бойында өзінен өз пайда болмайды. Ұлттық намысты оятатын дүние болады. Оны арнайы ояту керек, ұлттық намысты жастардың бойынан. Ал енді ұлттық намысты қалай оятамыз дейсіз ғой? Ол үшін мына шешен халқына қарайық. Шешен халқының жастары лезгинка арқылы өздерінің ұлттық намыстарын көтереді, ұлттық рухын көтереді. Лезгинка билеу арқылы олар өздерінің шешен болғанына мақтанады. Лезгинка биінің арқасында шешен халқының ішінде, шешен жастарының ішінде ұлттық намыс оянады. Ұлттық намыс оянғаннан кейін шешеннің жастары шешен тілін оп-оңай үйреніп алады. Өйткені ол шешен тілін білуді міндетке қарайды. Ал біздің қазақтар, байқұстар, қазақтың жастарында, қазақ жастарының ішінде қалай ұлттық намыс оянсын? Олар не ұлттық би билеуге үйретілмейді, не домбыраны шертіп үйретпейміз, не ұлттық ән үйретпейміз. Олардың ішіндегі намысты қалай оятармыз? Біз олардың ішіндегі намысты оятатындай ешқандай оларға көмек жасамаймыз. Не би үйретпейміз, не ән үйретпейміз, не домбыраны үйретпейміз. Тіпті хотя бы жоқ дегенде айналайын Абай Құнанбаевтың өлеңдерін жаттатып, соны жаттататын болсақ та кішкене болса да ұлттық намыс көтерілер еді ғой жастардың арасында. Сондықтан да қазақ жастарының іштерінде ұлттық намыс, ұлттық рухты көтереміз десек, онда біз оларға қазақтың ұлттық биін, қазақтың ұлттық әнін, қазақтың қара домбырасын үйретейік ағайын. Сол кезде олардың ішінде көресіздер, өздерінен өздері рух оянады. Қазақтың ұлттық биін билеген кезде, қара жорған билеген кезде ішінде рухын көтереді, намысын көтеріле бастайды. Қазақ болғаныңа мақтана бастайсың. Қазақтың халық әндерін орындаған кезде жүрегің дүрсілдеп, өзіңнің қазақ екеніне, қазақ тілінің қандай бай тіл екеніне таңғала бастайсың, риза бола бастайсың. Қара домбыраны қолыңа ұстап алып, күй ойнап орындаған кезде ішіңде өзіңнен өзі қазақпын деген намыс оянады. Сол намыс оянса болды, ары қарай қазақ тілін үйреніп алу ешқандай қиындық туғызбайды. Сондықтан да ағайын, жастарымыздың ішінде намыс ояту керек. Ол намысты біз тек ұлттық би, ұлттық ән, ұлттық музыка арқылы ғана оята алармыз. Біліп жүріңіздер.